Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал егерде тіркеле алмай жатсаңыздар, қоңыраушаны бассаңыздар, тіркеліп кетесіздер. Ал енді бүгінгі жасайтын тағамымыз котлет жасаймыз бауырдан. Ең алдымен біз сиырдың бауырын алып, осылай пышақпен кесіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліктерге бөлінген бауырымызды алып, блендермен или мясорубка болса, мясорубкадан өткізіп аласыздар. Майдағы өткізіп алыңыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді осылай бауырымызды блендерден өткізіп алдық. Енді бұл бауырды ыдысымызға саламыз. Майдағы өтті әдемі боп. Кейбір бауырлар дұрыс өтпейді, іртік қылып. Ал егерде жақсылап өткізсеңіздер, сіздердің котлеттеріңіз де әдемі боп, арасы күшті боп піседі. Ал енді біз блендерден өткізілген картошка, чеснок қосамын. Сол екеуін блендерден өткізіп аламын. Сосын блендерден өткізілген сәбізді қосамыз. Араластыра отырып, тұз және де сода саламыз. Кішкене қасықтың ұшымен сода салып жіберіңіздер, және де тұз саламыз. Сосын тағы жайлап араластырып алыңыздар. Және де жарты кесе сүт құямыз. Сосын тағы араластырамыз. Достар, кейбіреулер котлетке жұмыртқа қосады. Мен жұмыртқа қоспай-ақ пісіремін. Осылай котлетімізді дайындаймыз. Енді 2 қасық ұн саламыз. Сосын тағы араластырамыз. Осылай 2 қасық ұн салып алдық. Енді табамызға майымызды құйып, қатты майды қыздырып аласыздар. Сосын жай отқа пісіріп аласыздар. Қатты отта бауырды пісірмейсіздер, жай отта пісіріп алыңыздар. Майды қызып болған соң газдың отын жай басып қойыңыздар. Сосын жайлап осылай бауыр тез пісетіндіктен жай отта пісіріп алсаңыздар болады. Осылай котлетімізді пісіріп алдық. Енді дәмі деген өте керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай бауырымыз жан-жаққа ыдырамай, шашырамай, әдемі боп, домалақ боп пісті. Жұмыртқа қоспай-ақ пісірсеңіздер де болады. Осылай бауырымыз дайын. Бауыр котлет дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, менің видеома ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын.